Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен помидорды жабудың өте оңай әдісімен бөлісетін боламын. Қажетті заттарды описанияда қалдырып кетемін. Ең алдымен осылай лавровый листтерімізді орналастырамыз. Және 3 бас чесногымызды салып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Және 1 қасық қара бұрышымызды салып, 3 ас қасық құмшекерімізді және 4 ас қасық тұзымызды саламыз. Менде банка 2 литрлік. Одан соң оның үстінен помидорларымызды орналастырамыз. Помидорларымызды тығыздау етіп орналастыруымыз қажет. Келесі банкамызға дәл солай орналастырып аламыз. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суымыз помидорымызды толық жауып тұруы қажет. Помидорларымызды жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Бізде 20 минут өтті. Енді біз суымызды ыдысымызға құйып, бір қайнатып аламыз. Менде банкам да, крышкам да алдын ала стерилизациядан өткен. Енді 1 шай қасық уксусымызды құямыз. Оның үстінен жаңағы қайнатылған ыстық суымызды құямыз. Менімен бірге сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте оңай тәсіл. Енді закрывашкамызбен банкамызға крышкамызды бекітіп аламыз. Банкамызды осылай айналдырып аламыз. Себебі ішіндегі құмшекерімізбен тұзымыз еруі қажет. Осымен біздің банкаларымыз дайын. Банкаларымызды төңкеріп, сыртын жылы етіп орап қоямыз. Бір түнге қалдырамыз. Осымен біздің помидорларымыз дайын. Қыстың күні рахаттанып, ашып жейміз. Барлықтарыңызға ас болсын.